Армысыздар. 2022 жылы көп балалы отбасыларға берілетін жәрдемақы мөлшері ұлғайды. 2019 жылдан бастап көп балалы аналардың уақытын үнемдеу үшін әйелдер кезекте тұрмай, өзінің уақытын ыңғайлы етіп, және де кез келген жерде көп балалы ана ретінде алатын жәрдемақысын бір ғана SMS хабарламаға жауап бере отырып, жәрдемақыны проактивті түрде келісім беріп және банктік шотты растайды. Мемлекеттік қызметтер көрсету үшін басқа да мәліметтер мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйесіне түседі. Мемлекеттік қызмет көрсету үшін басқа да қажетті мәліметтер мемлекеттік ақпаратты органдарына автоматты түрде түседі. Көп балалы аналар автобуста тегін жүреді, медициналық көмекті тегін алады. Балаларға ойын-сауық орталығында 50% жеңілдік қарастырылған. Мемлекеттік мұражай, спорт секцияларында қосымша үйірмелерде жеңілдіктер қарастырылған. 2022 жылы көп балалы аналарға берілетін жәрдемақы әр балаға 12.252 теңгеден құрайды. Аталған мемлекеттік жәрдемақы 4 және одан көп отбасыларға, кәмелетке толмаған немесе 23 жасқа дейінгі күндізгі бөлімде оқитын студент балалары бар отбасы ала алады. Күміс және алтын алқа иесі ай сайын 19.603 теңге құрайды. Төлем мөлшері балалардың санына байланысты төленеді. 4 балаға 49.100 теңге, 5 балаға 61.383 теңге, 6 балаға 73.666 теңге, 7 балаға 85.949 теңге, 8 балаға 98.016 теңге, 9 балаға 110.268 теңгеден төленеді. Айта кететін болсақ, көп балалы отбасыларын олардың кірістеріне есепке алмай берілетін жәрдемақы түрі. Алтын алқа және күміс алқа аналарға мемлекеттік салықтан босатылады, мемлекеттік госпошлинадан босатылады және де нотариалды құжат рәсімдеу кезінде мемлекеттік баж төлемейді.